пайғамбарымыздың мешітінде тұрмыз. Пайғамбарымыздың мешіті Әл-Харам болып есептеледі. Әлемдегі жер бетінде ұлық мешіттердің бірі. Енді осы қасиетті мешітте бір тамаша бір көріністі көруге болады. Мына жерде қарасақ, Алла Джалла Джалалуху деген жазуды көреміз. Алланың аты. Одан кейін пайғамбарымыздың аты Мұхаммад саллаллаху алейхи вассалам. Одан кейін сахабалар Умар радиллаху анху, Али радиллаху анху, Хусейн радиллаху анху, Аббас радиллаху анху, Зубайр радиллаху анху, Саид, Абдуррахман, сахабалардың аты жазылып келіп, Зайд ибн Хариса радиллаху сахабалардан кейінгі дәрежеде Абу Ханифа Нуъман ибн Сабит радиллаху анху деп жазылып тұр. Осы жерден ақ көруге болады, біздің имамымыз, ұстазымыздың дәрежесі сахабалардан кейін. Болмасам, сахабалардан кейін қанша табииндар өткен, қанша ғұламалар өткен. Бірақ сол пайғамбардың қасиетті ұлық жерінде ең бірінші Алла, одан кейін пайғамбар, одан кейін сахабалар, одан кейін Абу Ханифа және радиллаху анху деп жазылып тұр. Сондықтан осы кісінің артынан жүру ұлы үлкен бақыт деп есептеуге болады. Басқа кейбір жігіттердің құлақтарына алтын сырға, егер осы имам Абу Ханифаның артынан ілесуге мүмкіншілігі бола тұра ілеспеген болса, әлі де уақыт бар, тәубеге келуге де болады, Алла қабыл қылушы. Имам Абу Ханифаның дәрежесі ғалымдар сахабалардан кейін қойған ілім жағынан. Алла осы тура жолдан адастырмасын бізді.